1 литр бензин үшін мемлекетке қанша ақша төлейміз? Талқылайық. Баршаңызға белгілі АИ 92 жанармайының қазіргі таңда 1 литр бағасы 209 теңге, және сол 209 теңгенің қанша пайызы қай жаққа кетеді? 209 теңгенің 45-50 пайызы импортқа кетеді, яғни Ресейге. Себестоимость бағасы шамамен 105 теңге. Одан кейін логистика Қазақстанға жеткізілу ол 8-12 пайызды құрайды. Одан кейін акциз, мемлекетке төлейтін салық бізде 10 пайызын құрайды. Одан кейін баршаңызға сүйікті НДС, бұл бізде 12 пайызды құрайды. Ал жанармай бекеттерінің өздерінің қосатын маржасы бар болғаны 8-10 пайызды құрайды. Сондықтан да қазіргі таңда жанармай бекеттері, супермаркет, кафе, жалпы товар сататын орталыққа айналып бара жатыр. Жанармайдың қымбаттауына не әсер ететінін көрдіңіздер. Сондықтан да 1 литр жанармайдың 70-80 пайыз ақшасы ол мемлекет пен шетелге кетеді. Пайдалы ақпаратты біліп жүргіңіз келсе, парақшаға тіркеліңіз.